Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай дәмді болып шығатын үй жағдайында қолдан созылған лағман дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеомыз соңына дейін қарап, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен туралған етті майда қуырып аламыз. Пияз қосып қуырамыз. Осылай еттен су шығады, енді бетін жауып 5 минуттай пісіреміз. 4 піште етіп туралған картопты осылай қосып қуырамыз. Үстіне қызанақ пен болгар бұрышын қосамыз. Енді майдалап туралған чеснокты және дәміне қарай тұз, перестерді қосып араластырамыз. Кішкене томат немесе кетчупты қосып араластырамыз. Бетімен бірдей су құйып, бетін жауып пісіретін боламыз. Енді қамырын илейтін боламыз. Мұздай суға дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Ұн қосып, қатты қамыр илеу керек. Қамыр осындай қатты болады, осылай арасын кескен кезде біркелкі болу керек. Бетін жауып, 15 минут демалдырып қоямыз. Арасында осылай 3-4 рет ашып илеп тұрамыз. Бұл қамырды қазір созған кезде үзіліп кетпеуіне керек болады. Енді қамырды видеодағыдай кішкене жайып, осылай кесіп шығамыз. Кішкене жайып, осылай үстіне қойып шығамыз. Төңкеріп қатарымен алып, тағы да созатын боламыз. Созып болған соң орап, бетін майлаймыз. Енді 3-ші рет алып болса қолымызбен созып шығамыз.
Барлығын солай созып шығатын боламыз. Енді 4-ші мәрте алып, тағы да жіңішкелетеміз. Бесінші рет тағы да солай созамыз. Енді осындай жіңішке болған кезде қолымызға қамырды орап, жерге ұратын боламыз. Қамырдың жіңішке болғаны жақсы, өйткені қазір пісірген кезде ол 2 есе болып үлкейетін болады. Енді қайнап тұрған суға тұзды қосып, осылай қамырды саламыз. Және жабысып қалмау үшін осылай таяқшамен айналдырып тұру керек. Осылай пісіріп, сүзіп аламыз. Қамырымыз бір-біріне жабыспай, осылай әдем болып шығатын болады. Енді қамырдың үстіне піскен поливімізді саламыз. Осымен өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында дайындалатын лағманымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріп, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видеом пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.